Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мейіз арқылы бауырды қалай тазалау керектігі туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыз. Бауыр ағзаға қажетті жылудың 1/3 бөлігін шығарады және қан айналымына, май молекулаларын және басқа да барлық метаболизмге тікелей әсер етеді. 24 сағатта бауырдан 2000 литр қан өтеді. 70 жастағы адамның бауыры орта есеппен 1,5 тонна көміртегі гидратын өңдейді. Бұл оның қандағы қант деңгейін реттейтінін білдіреді. Ұйқы безі мен бүйрек үсті бездері осы процеске қатысады және организмдегі глюкозаның мөлшерін реттейді. Бауыр қан ұю процестерін басқарады және қанға бірнеше маңызды иммундық ақуыздарды бөледі. Өт қышқылдарының көмегімен майлар А, Д, Е, К дәрумендерін реттейтін молекулалар бөлінеді. Ендеше сіз мейіз суы арқылы бауырды толығымен тазарта аласыз. 2-ақ күнде сіз алғашқы нәтижелерін сезіне аласыз. Гепатит А, Б, С бауыры сироз және сіз қабылдаған дәрі-дәрмек пен инфекциялар бауыр проблемаларын тудыруы мүмкін. Сондықтан бауырды үнемі тазартып отыру керек. Сонымен бұл тұнбаны қалай дайындауға болады? Алдымен сапалы мейіз сатып алу керек. Мейізді ыдысқа салыңыз да үстіне су құйыңыз. 1 кесе мейізге 3 кесе су құйылады. Содан кейін 2 минут қайнатып салқындатыңыз. Қалай қолданылады? Дайын мейіз шырынын қайнатқаннан кейін 24 сағаттан соң қолданасыз. Таңертең аш қарынға 1 стакан мейіз шырынын ішіңіз. Осылай 2 рет қолданғаннан кейін сіз алғашқы нәтижелерін сезіне бастайсыз. Препаратты 1 апта ішу ұсынылады. Бауырды мейіз шырынымен тазарту кезінде дұрыс тамақтан және алкогольден бас тарту керек. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыздар.